Тәубе сөзінің толыққанды мағынасы қандай? Ибн Фарис атты ғалым тәубе сөзінің тілдік мағынасы қайту, оралу дегенді білдіреді деп айтады. Шариғи тұрғыда оның мағынасын Ибн Хаджар әл-Асқалани деген ғалым былай деп түсіндіреді. Тәубе сөзінің шариғаттағы мағынасы күнәнің жиіркенішті екендігін сезіне отырып, оны тәрк ету. Күнәні жасап қойғандығы үшін өкіне отырып, енді мүлде жасамауға шешім қабылдау, және жасаған күнәсі біреудің хақысына тиісті болған болса, онда әлгі кісіге хақысын қайтарып, одан кешірім сұрау деп айтқан екен. Құранда Алла тағала былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул я ибади лази асрафу аля анфусихим. Оларға айт: ей, өздеріне зиян жасаған құлдарым, ла тақнату мир рахматилла, Алланың мейірімінен күдер үзбеңдер. Инналлаха яғфиру зунуба джамиан, расында Алла тағала барлық күнәларды кешіреді. Иннаху хуал ғафурур рахим, расында ол кешіруші, өте мейірімді. Садақаллахул азим. Ғалымдарымыз тәубе етудің мынандай шарттары бар екендігін айтады. Ең біріншіден күнә жасауды тоқтату. Екіншіден күнә жасағандығы үшін шынайы өкіну. Үшіншіден енді сондай күнә жасамауға шешім қабылдау. Егер де күнә өзгелердің хақысымен байланысты болса, яғни ұрлық жасау, немесе тағы да біреудің сыртынан ғайбаттау болатын болса, сол адамнан барып кешірім сұрау керек екен. Және де тәубе ықыласпен жасалу керек. Ондай тәубені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ат-таибу миназ-замби каман ла замба лаху, шынайы тәубе еткен адам күнә жасамаған адам іспеттес делінеді.